рұқсатсыз намаз бастауға бола ма? Ата-ана намаз оқума қарсы. Қазір кезде секта басқа діни ағымдардың көбеюіне байланысты қорқады. Мешітке барып жүрем, жұмадан қалмайым, намаз оқуға қатты ниеттеніп жүрем, бірақ ата-анам қарсы. Ата-анам рұқсат етпей, тіпті соғысқа бара алмайсың деген сөз бар ғой. Ата-ананың рұқсатын қалай алсам болады? Бауырлар, намаз оқу ол әркімнің жеке басының парызы. Сондықтан ол ата-анаңызға дұрыстап түсіндіріп, тіпті имамды ертіп бара алсаңыз, имаммен телефонмен сөйлестіре алсаңыз, телефонмен сөйлестіріп, кішкентай дұрыстап намазға ата-ана оқуыңызға қарсы болса, бірінші орында ата-анаңызды жұмсартуға көп әрекет жасаңыз, және бірақ намазыңызды оқыңыз. 5 уақыт намаз оқыңыз, ата-анаңыздың сыртынан көп қайырлы дұғалар жасаңыз. Мүмкін ата-анаңызда иншалла сізбен бірге намазға жығылып кетеді. Бірақ ата-анаңыздың қызметін тастамаңыз, өте көп қызмет қылыңыз.